Сириялық көтерілісшілер Дамасты басып алып, Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдегеніндей, президенттің өкілеттілігін тастап, елден кеткен Башар Асадты құлатқанын жариялады. Бірақ ол қайда? Сирия астанасы Дамасты көтерілісшілердің басып алуы 50 жылдан астам уақыт билікте болған Асадтар әулетінің құлдырауын көрсетті. Қазіргі уақытта жексенбіде өз өкілеттілігін тастаған Башар Асадтың орналасқан жері белгісіз. Бұл туралы ешқандай ресми ақпарат көзі хабарлаған жоқ. Тек Ресейдің сыртқы істер министрлігі Ресей президентінің отставкаға кеткенін және елден кеткенін жариялады. Сенбіде Сирияның мемлекеттік теледидары Асадтың Сириядан кеткені туралы ақпаратты жоққа шығарып, президент Дамаскіде қалып жұмысын жалғастыруда деп мәлімдеді. Алайда жексенбі күні таңертең оның хабар таратуы араб тіліндегі Сирия революциясы жеңді, Асадтың қылмыстық режимі құлады деген хабарламамен үзілді. Бір күн бұрын британдық телеграф газеті Асадтың отбасы кімнің және қай қалаға екенін көрсетпей Ресейге қашып кеткенін жазды. Нью-Йорк Таймс сонымен қатар Асадтың Астанадан белгісіз бағытта ұшып кеткенін хабарлады. Сирияның адам құқықтары жөніндегі обсерваториясының басшысы Рами Абдуррахман Associated Press агенттігіне Башар Асадтың ұшаққа мініп, жексенбі күні таңертең Дамаскіден кеткенін айтты. Бұл туралы Reuters агенттігі екі жоғары лауазымды әскери шенеунікке сілтеме жасап хабарлады. Көтерілісшілер Астананы басып алған сәтте Дамаск әуежайынан Ил-76 ұшағы баратын жерін белгілемей ұшып кетті деп хабарлайды сайт flightradar24.com. Ұшақ алдымен шығысқа қарай Сирияның Иракпен шекарасына қарай ұшып, содан кейін солтүстік батысқа қарай бет алды. Онда Асадты қолдайтын алевит аймағы орналасқан деп болжануда. Ресейдің әскери базалары да сол жерде орналасқан. Бірақ үкіметке қарсы күштердің бақылауында болған Хомс үстінен ұшқаннан кейін ұшақ бұрылып, содан кейін радардан жоғалып кетті. Бұл ұшудан кейін шамамен 1 сағаттан кейін болды. Бірде-бір тәуелсіз дереккөз оның бортындағы жолаушылардың атын атамайды. Сириялық дереккөздер Reuters агенттігінің хабарлауынша ең ықтимал екі сценарийді айтты. Біреуі бақылау жүйесінің жұмысына кедергі келтірді, немесе ұшақ атып түсірілді. Егер екінші болжамға сенетін болсақ және Асад бортта болса, онда самолет атып құлатылды. Ил-76 радардан жоғалып кеткен ауданының жанында Эль-Кусейр қаласында Сирия әуе күштерінің базасы орналасқан. Ондағы үлкен аумақта көтерілісшілер бақылайды. Бірақ олардың жергілікті әуежай аймағында әскери қатысуы бар жоғы белгісіз. Мәліметтерге сәйкес ұшақ биіктігін жоғалтты және 1 минуттан кейін 1600 фут биіктікте болды. Ал жылдамдық 819 км сағатынан 64 км сағатқа дейін төмендеді. Жексенбі күні таңертең Сириядан кеткен жалғыз анықталған ұшақ ол Embraer Jet рейсі. Ол Абу-Дабиден Хомсқа ұшып, кейін Абу-Дабиге қайта оралды. Бірақ ол көтерілісшілер Дамаскке кіргеннен бірнеше сағат өткен соң бақыланды. Біріккен Араб Әмірліктері президентінің дипломатиялық кеңесшісі Асадтың елде екенін білмейтінін мәлімдеді. Axios агенттігінің тілшісі Барак Равид израильдік дереккөзге сілтеме жасай отырып, Асад сенбі күні түн ортасында Ресейге қашуға ниет білдіріп, Сириядағы Ресей базасына ұшып кетті деп ресми жазды. Жақында ақш президенті болып сайланған Дональд Трамп Truth әлеуметтік желісінде Асад өз елінен қашып кетті. Владимир Путин бастаған Ресей енді оны қорғағысы келмейді деп жазды. The Wall Street Journal басылымы Асад Египет пен Иорданияның кеңестерін тыңдап, отбасымен бірге Мәскеуде болғанын жазды. Сонымен қатар Bloomberg агенттігі ерікті жер аудару деп аталатын келісім Асадтың алдымен үкімет әскерлерінің бақылауындағы аймаққа, содан кейін Тегеранға көшуін қарастыруы мүмкін деп болжады. Бұл болжамдардың ешқайсысы әлі ресми түрде расталған жоқ. Асадтың тағдырына қатысты жалғыз ресми ақпарат Мәскеуден келді. Бірақ олар Сирияның бұрынғы президентінің қай жерде екенін дәл көрсетпеді. Башар Асадтың Сирия Араб Республикасы аумағындағы бір қатар қарулы қақтығыстарға қатысушылармен келіссөздердің нәтижесінде ол президенттік қызметінен кетуге шешім қабылдады және билікті бейбіт жолмен беруді тапсырып елден кетті. Ал Ресей бұл келіссөздерге қатысқан жоқ, деді Ресей сыртқы істер министрлігі.
Жексенбі күні түстен кейін сириялық содырлар Башар Асадтың серіктестерінің іздеу үшін Дамаскідегі Италия елшісінің резиденциясына кіргені белгілі болды. Онда елшілер мен қызметкерлер болған жоқ. Олардың қауіпсіз жерде екені белгілі. Сонымен қатар көтерілісшілер күштері Сирия астанасында дүйсенбі күні таңғы 5-ке дейін коменданттық сағат жариялады. Бұл әрекеттерді тақтан тайдырылған президентті немесе оның орналасқан жерін білетіндерді табу әрекеті деп санауға болады. Оңтүстік Кореяның билеуші партиясының көптеген депутаттары сенбі күні оппозиция президент Юн Сок Йолға импичмент жариялауды талап еткен парламенттік дауыс беруге бойкот жариялады. Оған мемлекет басшысының елде соғыс жағдайын енгізу себеп болды. Оны ол Солтүстік Корея тарапынан қауіп төніп тұрғанымен және оппозицияның бүлік шығаруға дайындалуы мүмкін деп түсіндірді. Жұртшылық пен парламенттің қысымымен президент өз шешімінен бас тартып, кейін асығыс шешімі үшін жауапкершілікті өз мойнына алуға дайын екенін мәлімдеп, халықтан ресми кешірім сұрады. Оңтүстік Корея президенті парламентарийлер әскери жағдай енгізу әрекетіне қатысты импичментке дауыс беруде бірнеше сағат бұрын теледидар арқылы сөйлеген сөзінде халыққа басайып, өте өкінетінін айтты. Юн шарасыздықтан жасалған шешімі үшін жауапкершіліктен қашуға тырыспайтынын айтып, кез келген заңды салдарға тап болуға ант етті. Ондаған жылдар бойы қатыгез әскери жағдай мен әскери диктатурадан зардап шеккен халықты тыныштандыруға тырысып, Юн бұдан былай әскери жағдай туралы бұйрықтар болмайтынын айтты. Ол сондай-ақ өзінің халықтық билік партиясына саяси жағдайды тұрақтандыру үшін қажетті барлық қадамдар мен шешімдерді қабылдауды тапсырғанын хабарлады. Олардың өкілеттіліктеріне оның билікте қанша уақыт қалатынын шешуі де кіреді. Импичменттің келешегі қазір бұлыңғыр. Өйткені қажетті 3-2 көпшілік дауысқа қол жеткізу екталай. Оппозиция қазіргі уақытта 300 мүшеден тұратын ұлттық ассамблеяда 192 орынға ие және шешім қабылдау үшін қажетті 3-2 көпшілікке қол жеткізу үшін тек 8 заң шығарушының қолдауына ие емес. Сенбі күні дауыс беруге парламенттегі 108 орынды бақылайтын билік партиясының 3 депутаты ғана қатысты. Оппозицияның ұсынысының сәтсіздігі Юнды биліктен кетіруді талап ететін қоғамдық наразылықтарды күшейтіп, Оңтүстік Кореядағы саяси хаосты тереңдетеді деп күтілуде. Өйткені сауалнама оңтүстік кореялықтардың көпшілігі президентке импичмент жариялауды қолдайтынын көрсетті. Юнға импичмент жариялау ықтималдығы өз партиясының мүшелері оны сейсенбіде әскери жағдай енгізу әрекеті сәтсіз болғаннан кейін айтарлықтай өсті. Кейбіреулер оны азаматтар үшін үлкен қауіп деп атады. Юн мемлекетке қарсы күштерді жою қажеттілігін алға тартып, осы аптада Оңтүстік Кореяда қысқа мерзімді әскери жағдай жариялады. Соғыс жағдайын жариялай отырып, ол елдің оппозициясы либералдық демократиялық партияны Солтүстік Кореяға жанашырлық танытты деп айыптады. Ол тек 6 сағаттан кейін 190 заң шығарушы қалауының күшін жою үшін дауыс беру жабық парламентке кіруге мәжбүр болғаннан кейін бағытын өзгертті. Оппозициялық партиялар Юнның әскери жағдай туралы жарлығын конституцияға қайшы, заңсыз көтеріліс немесе төңкеріс деп атап, Юнды биліктен кетіруді талап етті. Кейінірек бұрынғы қорғаныс министрі Ким Йон Хён мемлекетке опасыздық жасады және бүлік жасады деген айыппен қамауға алынды. Ким соғыс жағдайына байланысты барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнына алатынын айтып, 4 желтоқсанда отставкаға кетті. Бұған дейін полиция оппозициямен қақтығысқа байланысты қысқа мерзімге әскери жағдай жариялаған президент Юн Сок Йолға қарсы мемлекетке опасыздық жасады деп тергеу бастады. Оны Солтүстік Кореяға жанашырлық танытты деп айыптады. 190 заң шығарушы жабық парламентке күштеп кіріп, жарлықтың күшін жоюға дауыс бергеннен кейін, ол 6 сағаттан кейін өз шешімін өзгертті.
Варшава мэрі Рафал Часковский басқарушы партиядан және оның коалиция серіктестерінен Польша президенттігіне үміткер болуға қол жеткізді. Оның 22 мыңнан астам адам қатысқан праймериздегі қарсыласы сыртқы істер министрі Радослав Сикорский болды. Жарыс нәтижелерін премьер-министр және центристік азаматтық платформаның жетекшісі Дональд Туск жариялады. Оның айтуынша Часковский 75%-ға жуық дауыс жинады, ал Сикорский 25%-дан сәл астам дауыс жинады. 7 желтоқсанда азаматтық платформаның кандидаты сайлау алдындағы егжей-тегжейлі платформаны ұсынады деп күтілуде. Ал жексенбіде негізгі оппозициялық оңшыл партияның жетекшісі Ярослав Качинский өз кандидатын жариялады. Премьер-министр Туск өзінің бағдарламасын жүзеге асыру үшін президент ретінде одақтасқа мұқтаж. Оған қазіргі мемлекет басшысы партияның мүшесі Анджей Дудаға вето қою құқығы кедергі келтіруде. Польшадағы президенттік сайлау 2025 жылдың мамырына жоспарланған. Анджей Дуда үшінші мерзімге қалу үшін сайлауға қатыса алмайды. Ал оппозициялық поляк заң және әділет партиясы тарихшы Карл Навроцкийді президенттікке кандидат етіп таңдады. Оның кандидатурасы партияның Краковтағы съезі кезінде жарияланды. 41 жастағы Навроцкий 2021 жылдан бастап ұлттық еске алу институтын басқарады. Екінші дүниежүзілік соғыс пен коммунистік дәуірдегі қылмыстар туралы мұрағаттар мен зерттеулер жүргізетін мемлекеттік орган. Ол бұған дейін өзінің туған қаласы Гданьск қаласындағы екінші дүниежүзілік соғыс мұражайының директоры қызметін атқарған. Przyszłość Polski bezpiecznej, przyszłość Polski suwerennej. Мен барлық поляктардың президенті болуға дайынмын. Әрқашан сіздің қасыңызда болдым және бола беремін. Поляктарды білемін және сіздің қажеттіліктеріңізді түсінемін. Мен сіздердің араларыңыздан шыққан адаммын, қарапайым. Және сіздің президентіңіз болғым келеді. Өйткені мен білемін және бәрін түсінемін. Польша керемет болуы керек. Біз Польшаны қорғауымыз керек. Құндылықтарымызды қорғауымыз қажет. Рәміздерімізді алып тастауға жол бермеуіміз қажет. Және егемендігімізді қорғай білуіміз қажет. Kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, licząc na państwa poparcie, ale także jako obywatel Rzeczpospolitej. Құқық және әділеттілік басшылығы тәжірибелі саясаткерлерге, оның ішінде бұрынғы премьер-министр Матеуш Моровецкийге ставка жасамады. Аз танымал Навроцкийді жоғары мемлекеттік қызметке үміткер болуға шақырды. Бақылаушылар атап өткендей, Навроцкий Варшаваның прогрессивті мэрі Рафал Часковскийдің маңызды саяси қарсыласы бола алады. Оны бір күн бұрын билеуші Дональд Тускқа азаматтық коалициясы президенттікке кандидат ретінде ұсынған. Екі үміткердің де дауыс берудің екінші кезеңіне өту мүмкіндігі жоғары. Навроцкийдің жаңа сападағы алғашқы сөзін бір қатар шолушылар жетекші оппозициялық партияның сызығына толық сәйкес келетін патриоттық, христиандық, пронаттық деп сипаттады. Польшадағы президенттік сайлау 2025 жылдың мамырында өтеді. Польшадағы президенттік мерзім 5 жыл. Жеңімпаз кандидат қазіргі мемлекет басшысы Анджей Дуданың орнына келеді. Егер кандидаттардың ешқайсысы 50% дауыс жинамаса, сайлаудың екінші туры 2 аптадан кейін өтеді. Грузия премьер-министрі Ираклий Кобахидзе елдің Евроодаққа кіруіне өтініш беру процесін 2028 жылдың соңына дейін тоқтататынын ресми мәлімдеді. Бұл мәлімдеме Еуропалық парламент 26 қазанда Грузияда өткен парламенттік сайлауда айыптап, олардың еркінде, әділде емес екенін айтқаннан кейін жасалды. Бірақ Брюссель парламенттік сайлау жыл бойы халықаралық бақылауда қайта өткізілу керек деп санайды. საქართველოს თხოვენ არა რეფორმებს, არამედ მხოლოდ ისეთ ნაბიჯებს, რომლებიც Грузия Еуропа елі және Грузияны Еуропалық отбасының толық мүшесі ету біздің міндетіміз. Бірақ Грузия мен Евроодақ арасындағы қарым-қатынас екі жақты және тек екі жақты болуы мүмкін.
Біз ғасырлар бойы тарихы бар, мақтан тұтатын және өзін-өзі құрметтейтін ұлтпыз. Сондықтан біз үшін Еуропалық одаққа интеграцияны Еуропалық одақ бізге көрсетуі керек қызмет ретінде қарастыру мүлдем қолайсыз. ბოლო არის ის დრო, როდესაც საქართველო იქნება ეკონომიკური თვალსაზრისით სათანადოდ მომზადებული, რათა გახსნას მოლაპარაკებები 2030 წელს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად. Кабахидзе сонымен қатар үкімет Брюссельден келетін кез келген қаржыландырудан бас тартатынын айтты. Бұған дейін Еуропалық одақ Грузияға шетелдік агенттер туралы заң және Грузия арманы билеуші партиясы қабылдаған басқа шешімдер антидемократиялық деп саналғандықтан кез келген бюджеттік қолдауды тоқтататынын мәлімдеді. Кабахидзенің мәлімдемесінен кейін Тбилисиде және Грузияның басқа қалаларында наразылық акциялары басталды. Оппозиция жаңа парламенттің заңдылығын мойындаудан бас тартып, оның отырысына бойкот жариялағандықтан Кабахидзе премьер-министр болып қалды. მივესალმები საქართველოს საზოგადოებას, რომელსაც დღეს Грузия парламентінің ертеңгі отырысы конституцияға қайшы келеді. Біріншіден, сайлаудың жаппай бұрмалануы парламенттің заңдылығына нұқсан келтірді. Екіншіден, мен парламенттің бірінші сессиясын шақырудан бас тарттым. Ал конституция депутат ретінде қызмет ете алатын ешкімді мойындамайды. Үшіншіден, менің конституциялық сотқа шағымым қаралуда. როგორც ამ კონსტიტუციის დამწერი, როგორც ჩანს რაღაცები ვერ გათვალა, თორემ არ დასჭირდებოდა რომ თავზე დაეხია კონსტიტუცია. Бейсенбінің басында Еуропарламент Грузин арманы билеуші партиясын елдегі демократияның құлдырауы үшін сынға алып, сайлаудағы сайлаушыларды қорқыту, дауыстарды манипуляциялау, бақылаушылар мен бұқаралық ақпарат құралдарының араласуы сияқты елеулі бұзушылықтарға сілтеме жасады. Евродепутаттар сайлау нәтижелерін дұрыс емес деп жариялап, халықаралық қауымдастықты оларды мойындамауға шақырды. Еуропалық заң шығарушылар сонымен қатар Тбилиси үкіметінің саясаты елдің еуроатлантикалық интеграциясының мақсаттарына сәйкес келмейді деп Грузияның премьер-министрі мен жоғары лауазымды тұлғаларына қарсы санкциялар енгізуге шақырды. Парламент Грузиядағы сайлауда манипуляциялау туралы айыптауларға тәуелсіз халықаралық тергеу жүргізуді қолдап, Еуроодақ пен оның мүше елдерін грузин шенеуніктері мен демократиядан бас тартуға, сайлау заңнамасын бұзуға және мемлекеттік институттарды теріс пайдалануға жауапты саяси көшбасшыларға жеке санкциялар салуға шақырды. Парламентшілер сонымен бірге Ресейдің Грузиядағы демократиялық процестерге араласуын, соның ішінде оппозиция елді батыстың бұйрығымен Ресеймен соғысқа апарады деп жалған мәлімдеген Жаһандық соғыс партиясының қастандық теориясын тарату әрекеттерін айыптады.